Менің атым Махан Құлғанат, 14 жастамын, толық осы жыл 15-ке келем. Жұлдызайға мен 13-ші жылы операция жасағам. Сол операциядан кейін 13-ші жылдан бастап операция болғаннан кейін маған усиленный растяжка керек болды аяққа. Сол растяжка арқылы походкамды өзгерттім десем де болады. Маған чисто ЛФК-мен ғана айналсам. Жақында бір жыл бұрын Білменцево лицейіне түскем, Павлодар қаласындағы, қазір 8-ші сыныпта оқимын. 2 жыл бұрын мен өзіме мақсат қойдым, цель қойдым дейді ғой. Негізі ол менде арман ретінде ассоциируется етеді. Сол үшін арманды айтпа дейді ғой, орындалу үшін. Мен оны сөзбен айтып елге жариялағанша, оны болашақта іспен дәлелдеймін деген ойдам. Сол үшін пока не болып қалсын, құпия болып қалсын. Жалпы специалисттің бәрі жақсы, құшақ жая қарсы алады. Осы специалист араларында ЛФК-ны көп қатысқаннан білемді. Көптеген инструкторларды көргем ішіндегі. Соның арасында бөлетін Тасмұрат деген ағай бар. Сол ағайдың арқасында күшті жетістіктерге жеттім. Осы адаммен де жақсы тіл табыса алады, және де өзімде сол Тасмұрат ағайды ішінде өзімде бөлгім келіп жүрген, солай осындай сұрақ келсе деген не болған. Не айтқым келеді? Мен мысалы енді осындай жетістіктерден бұрын менде походкам өте жаман тұғын. Мысалы осылай аяқ ішке кіріп, тыпочкалап жүріп, ол неден промежуток дейді ғой, промежуктықтан өтудің алдында қаншама қиыншылық көрдім. Енді қиыншылықты көрмей өмір қызық болмайды ғой. Сол қиыншылықтарды өте білсе, соның жемісін көреді деген ойдам. Енді мойымаңыздар, сол қиыншылықтарды өте біліңіздер, тастап кетпеңіздер, самое главное, сосын болашақта өздеріңіз жемістеріңізді көресіздер деген ойдам. Сол Жұлдызайға рахмет, осы қанша 10 жыл болып қалды, 9 жыл, 13-ші жылдан бері танимын. Келіп жүрмін, әрқашан келсем де бөліп, молодецсің деп, әрқандай жетістіктеріме қуанып, бірдей қуанып. Сол рахмет сіздерге деген, Жұлдызайға рахмет.